Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бүгін 7 қазан күні Алматы ипподромына келіп тұрмыз. Оң жағыңызда күнтізбе. Өкінішке орай бүгін жарыстардың соңғы күні Алматы қаласының әкімнің кубогы ойнатылады екен. Ендеше кірейік. Тура өтсеңіз аттар жарысатын ипподром немесе алаң. Сол жағында кішкентай балалар кәсіпке болады. Жылқылар бар. Оң жағында көрме. Өтіп баратқан айғыр араб жылқысы бойы орташа 155-160-тың ортасы. Тұмсығы ерекше, құйрығы да ерекше. Қоразға құсайды екен құйрығы. Өкінішке орай біз сәл кешіктік. Араб жылқысы кіріп жатады, қоңыр өткен бие. Өзім ойлаймын, араб жылқысы өзін көрсете алады екен. Молодец. Ақ өтіп баратқан ол да айғыр екен. Келесі кіріп жатқан тазақан алшын жылқысы. Тұяғын байқап көріңіз. Бойы биік 70-165-тің көлемінде. Мен ойым бойынша жылқылар кіріп баратыр. Номерлер бар екен. Мінекей 3-ші номерлі жылқы Феррари. Жәке өз-өзіне сенімді екен. Жәкелердің формасына өтсек, шлем, ақ шалбар өте солидный көрінеді екен. Жылқылар менің ойым бойынша бәрі кірді. Алаң бойынша шагат жүріп барады, өздерін көрсетіп барады. Жылқылар өте дайын жарысқа. Міне нағыз сәйгүліктер. Қараңыздар, аяқтарына, сан еттеріне қараңыздар. Жарқырап тұрған мына жылқылар. Керемет. Ендеше көрейік кім ұтатын. Жүргізуші мырза 4-ші номерлі фаворит деп ескертті. Бұл жарыс Қазақстанда туылған 2 жасқа дейінгі жылқылардың арасында болады. Соңғы дайындық қазір жәкелер жылқылардың үстінде. Соңғы айналымнан өтуде. Қазір бокстарға кіріп жарыс басталады. Бұл ағылшын тазақан жылқысы. Осындай жарыстарға арналған өте сәйгүлік, өте жылдам. Нағыз керек жануар. Жылқылар кіріп жатады. Айтқандай 4-ші экспортты сәйгүлік қазір кіреді. Мінекей Феррари алдыңызда. Феррари деген өзім қойдым. Айта кететін нәрсе, адамдар өте көп. Мінекей экспо кірді, бірінші болып мәреге жетті. Тоқтаймыз. Көрме қайтадан Владимирский тяжеловоз. Міне нағыз жылқы. Қара өткен бие порода фриз сатылады. Бағасы видеоның соңына дейін көрсеңіз білесіздер. Кіріп жатқан жылқылар Ахалтекинская порода. Өте әдемі, мойындары жіңішке, денелері ұзын. Бірінші өткен құнан, екі өтіп баратқан қара бие. Артынан жарқырап өткен айғыр. Негізі Қазақстанда осы породамен 3 көне завод айналысады екен. Луговой, Бешетеке. Және үшіншісін естімей алдым. Луговойда жақын арада аукцион болады екен. Соған да баруға тырысамыз. Бешетеке заводының номерін алдық. Экранда көресіздер. Соңғы өтіп баратқан Гагалык деген айғыр жарыстарда өзін өте мықты көрсеткен, бірінші жүлдеге иеленген. Ақ өтіп бара жатқан ол айғыр екен. Артынан өткен қоңыр құнан және қара бие сатылады екен. Текеден шыққан жылқылар. Қайта кету керек. Осы заводтан 6 айлық жабағының құны 1,5 миллион теңгеден басталады. Келесі жарыстың жылқылары шығады.
Бұл жарыс 3000 метр болады. Фавориті ең соңында келе жатқан Равный. Жарыстың жүлдемақы қоры 1 миллион теңге. Жылқылар кіріп жатады. Осы жылқы фаворит. Приветствую победителя третьей скачки. Чары! Лучшая лошадь, рожденная в Казахстане в этом сезоне. Чары выигрывает Кубок Автозаводчика. Бессарабия все-таки отстояла свое второе место. Темная китайка была Бессарабия, вторая. И Чары, третий. Ал бұл кіріп жатқан неміс пародалы немецкий автоконцерт жылқылар. Ольденбургская, Тракинская, Гаштинская, Ганновская жылқылар. Көбінесе жылқылар бие және пішпе аттар. Өйткені Еуропадан бізге айғырларды сатпайды. Тек қана пішпелер немесе ағаш жылқыларды. Бойын байқап көріңіз, 180-185-тің ортасы. Ольденбургская порода. Мына келе жатқан ол да пішпе ат. Бойы өте биік. Қазақстанда бұл аттар екі спорт түріне қатысады: конкур және выездка. Және де кішкентай иппотерапия, кішкентай балдарды үйретеді. Рыжий конь, представляющий эту породу, это чемпион Средней Азии по преодолению препятствий. Бір ғана айғыр көрсетілді. Шамамен бойы 180 ортасында. Өте мықты айғыр. Бір кісі әрең ұстап тұр. Ол да манежге кіреді қазір. 99-го года привезена из Германии эта лошадь. Он мерен, так как немцы в основном продают к нам в регион лошадей уже кастрированных. Поэтому воспроизводство таких лошадей пока невозможно. Следующие лошади две – это тракенинская порода, верхово-упряжная спортивная. Жануар, қараңыз, ондай нағыз батырлар мінетін айғыр. Артынан келе жатқан пішпе болса, кішкентай бала ғана мінсе болады. Өте жуас, өте қарапайым. Ендеше ақ өтіп баратқан өзіміздің қазақи айғырлардың бірі. Ақ айғырдың артында Намалтай пародалы айғыр 14 жаста өмірінде бір рет аламан бәйгені теуіп отырған. Қазір конкур спортында өзін сынауда. Ортаға 1,5 жасар тай шықты, артынан қара айғыр. Ақ айғыр мен артынан келе жатқан қара айғыр еуропалық поло деген спортта өздерін көрсетеді. Өте шыдамды жылқы және де жерге жақын болғандықтан ыңғайлы. Мына жылқы өте монголдың жылқысына ұқсайды. Көне заманда Шыңғыс хан осы жылқылармен жарты әлемді бағындырған. Айта кететін нәрсе, осы жылқылар өте шыдамды, қыста ешқандай адамның көмегінсіз тұра алады. Мына өтіп бара жатқан кәдімгі өзіміздің қазақи жабы, бірақ түсі ерекше екен, өте сирек кездеседі. Шаруашылық Талдықорғанда орналасқан. Осындай Изабелла дейді орысша, масть 300 биесі бар екен. Артында өткен былтырғы және биылғы құлындары. Видеомыздың кульминациясына келдік.
Алматы әкімнің кубогы ойнатылады. Жолақтар бокстың алдында. Кәнекей достар, попкорндарыңызды аша беріңіздер. Жарыс басталады. Қайсысы ұтады? Олжап көріңіздер. Маған өзіме көк жоқын ұнап жатыр. Тағы айта кететін нәрсе, кім өз балдарын немесе өзі үйренгісі келсе, осы ипподромның жылқы айдауға немесе конкур және виска спортына жоғарыда телефон қалдырамын. Лошади проходят перед трибунами. Давайте поприветствуем участников Кубка Акима. Мы победили. Достар, көк жоқын байқап көріңіздер, соңында келеді. Борьба за второе место. Салмо. И последний мест. Идут в борьбе за второе место. Салмо. Далмо екінші. Құрметті достар, кімге осындай видеоның форматы ұнады, лайк басыңыздар, бұл видеомен бөлісіңіздер. Құдай қаласа келесі демалыс күні Ұзынағашқа барып, сол жақтың аттарын тартамыз. Осы бие 5 жаста, жақында Еуропадан әкелінген, құны 2 миллион теңге. Породасы фриз. Ортаға шыққан Ахалтекинская бие 5 жаста, ол да сатылады екен. Көзі көк, тамаша бие. Еще развивается, еще растет. По словам ее основного тренера, имеет огромные перспективы в спорте.